Енді біздің ең алғашқы бастап салатынымыз мына үлкен қазаны. Енді бұдан байқасаңыздар, міне жаңағы пироганы іздері түсіп қалған. Бұл да жаңағы пироганы орнынан қозғалтпай қояды да. Не скотчтан ажыратпай қояды, не болмаса скотчқа түсірмей қоятын жағдай осыдан да келіп шығады. Енді мүмкіндік бар. Бұны жаңадан айырбастап жіберу керек. Бар болған жағдайда. Егер жоқ болатын болса, бұны қайрап жіберулеріңізге де болады. Енді мен бұны ауыстырғым келмей тұр, бұнікі өзінікі сапалы, оригинал екен. Сондықтан бұны әзір сіздерге қайрап көрсетейін. Міне, жаңағы кездер жоқ болды. Енді өстіп барлығын қайрап шығуымыз керек. Егер видео сіздің қажетіңізге жарап жатса, әрине тағы бір қазағымның қажетіне жарайтыны сөзсіз. Сол үшін де видеоны мотоциклі бар достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Сіздердің осы қолдауларыңыз менің алда бұдан да жақсы видеолар салуыма көмектесетіні анық. Сіздерге де көп рахмет. Міне, барлығы бірдей болды. Бұл жаңағы пироганы ұстамайды. Бұл мотоциклдің оталуына және мотоциклдің тартуына, күшіне ешқандай әсер етпейді. Одан ешқандай алаңдамаңыздар.